мұсылмандықтан қазақты шығарудың бір ақ жолы бар, аруаққа тиісу. Ойбай, мынау наурызбен не бірге келіп қалған екен, ораза, наурыз тоқтату керек деп. Қалай тоқтатасың? Тәңірлік бұл ілім, бұл дүниетаным. Ол дінге жатпайды дейсіз. Иә, бұл діннен ауқымды десем қайтесің? Ал онда керек болса. Әртүрлі ағымдарға бөлінгеніміз. Жаңа салафиттер дегенді айтып қалдың, иә? Ал енді сол бөлінеді. салафиттердің өзін төртке бөлінетінін білесің бе сен? Міне қызық, айтыңыз. Білмейді екенсің, иә? Оның себебі бар. Пайғамбарымыздан кейін Омар, Оспан, Әбу Бәкір, Әли, Шадияр болды ғой. Міне осының төртеуінің төрт бөлек ұстанымдары бар. Қабанбай атам айтып кетті. Алыс туыс демеймін, мұсылман кәпір демеймін. Атымды кім атаса соны қолдап жебеймін. Өткенде осыдан бір 2 жыл бұрын ғой дейміз, Астана қаласының қасында бір 20-30 шақырым жерде бір ауылға жарық келді деп шулап жазып жатыр. Газетке жазып, телевизорға. Ауылға жарық келді деп. Бар ғой, иә. Күлерімді білмедім, жыларымды білмедім. Сол Қонаевтың тұсында ауылдан 150 шақырымдағы қойшының жалғыз тұрған үйінде жарық бар болатын. Олар құдықтан суды тоқпен алатын. Осы енді мақтанатын нәрсе ме? 21-ші ғасырда жылайтын нәрсе ғой. 1964 жылы Қонаев мемлекетті қабылдап алған кезде Қазақстанда 9 миллион 700 мыңдай халық болатын. Соның 2 миллион 700 мың ғана қазақ болатын. Жалпы халықтың 28% қазақ болатын. Енді Қонаевқа неге Алматы қаласында 20% қазақ болды деп кінәлатуға бола ма? Қалай ойлайсыңдар? Өткен дегенде маған біреу сұрақ қояды, маған тиіскісі келген ғой. Сол мына Найманның ішінде осы Қаракерейдің ішінде керей бар дейді ғой. Рас, өте рас. Ассалаумағалейкум, құрметті Керек Дерек арнасының оқырманы, көрермені. Бүгін біз Астана маңы, қазаққа ортақ, Алашқа ортақ, Қабанбайдай батырымыздың кесенесінде шырақшы болып, сонымен қатар келген кеткен қонақтарға өз білгенімен бөлісіп жүрген Камал атамыздан бүгін арнайы сұхбат алайық деп келіп отырмыз. Сұхбаттың тақырыбы бірі Қазақстанды басқарған Дінмұхамед Қонаев турасында, және қазіргі жерге, руға, тайпаға бөлінетін қазақтың кейінгі кездері дінге де бөлінетін жағдайы, түрлі ағымға бөлінетіні шығып жатыр. Ол туралы да қысқа нұсқа сұрақ. Сонымен қатар мынау ұлыстың ұлы күні Наурызға байланысты атамыздың өз білгенімен бөлісейік деп отырмыз. Бірінші сұрақ, осы Қазақстан егемендік алмай тұрғанда Қазақстанды басқарған Дінмұхамед Қонаев туралы қазір түрліше пікір жүріп жатыр. Сол кезде мектептің жағдайы, қазақтың жағдайы, ұлттың руханиятының жағдайы қалай болды? Сол туралы айтсаңыз. Қонаевқа қойылатын ең үлкен күнә, бір тарих ғылымының докторы деген біреу сөйлеп отыр өткенде. 700 қазақ мектебін жапты деп. Жақсы. Қай уақытта жапты? Неге жапты деген сұраққа жауап беру керек қой. Тереңдеу керек. 1954 жылы КПСС орталық комитетінде тың және тыңайған жерлерді игеру жөнінде қаулы қабылданды. Қазақстанға байланысты ғой, тың жерлер. Ол кезде Қонаев әлі үкімет тұрмақ, мемлекет тұрмақ, үкіметке келмеген адам. Ол кезде Қазақстанның басшысы Шаяхметов. Бұл мәселе Қазақстан Коммунистік партиясы орталық комитетінде, жоғарғы кеңесінде және министрлер кеңсесінде талқылаған болатын. Қонаев жоқ бұл жерде әлі. Одан кейін 1900 осы қаулыға байланысты мынандай бір пункт болды. Сол кездегі ұсақ шаруашылықтарды біріктіру, мойынсерік дейді ғой, 20-30 үйден ғана бар ауылдар болатын. Осыларды біріктіру. Сөйтіп қатты қызу жүріп кетті бұл шаруа. 1961 жылы тың және тыңайған жерлерді игеру нәтижелі аяқталды деген коммунистік партия қаулы қабылдады. Қонаев жоқ әлі мемлекеттің басында. Қонаев жоқ қой. Бұл кезде мемлекетті басқарған кім? Қазақстанды басқарған мемлекет емес. Шаяхметов, Пономарев, Яковлев және Брежнев қой. Қонаев 1960 жылы келді де 62 жылы қызметтен алып тастады. Оны кім? Хрущев, білесіздер. Алған себебін біз көп айта бермейміз. Алған себебі Маңғыстаудан шықты ғой. Маңғыстауды Түркменияға және мына оңтүстік Қазақстан облысының оңтүстік жағын Өзбекке береміз деген әңгімеге тікелей қарсы шыққан адам Қонаев қой. Осы сөзі кімге
Хрущевке ұнамады да Қонаевты алып тастады. Бұл 62-ші жыл. Енді мына нәрсе рас 700 емес, одан әлі де қайда мектеп жабылды. Осы 54-ші жылмен Қонаев билікке келген 60-ші жылдың арасында одан әлі де қайда мектеп жабылды. Мысалы үшін менің ауылым. Біздің ауылда сол кезде Киіріп, Қарлығаш, Пұрмын, Бірлестік, Екпінді, Шілікті, Қоянкөз деген ауылдар қосылып бір ғана колхоз ұйысты. Және сол ауылдың ана кішкентай ауылдардың бәрін 2 ауылға келіп, 3 ауылға келіп жинап тастады. Осыдан біз не жаманшылық көрдік? Ол жердегілердің бәрі 4 жылдық мектептер ғой. Онда өзі 4-ақ класстық бөлімі бар, бір ғана мұғалім сабақ беретін. Ол өзі 4-ақ класстық бөлімі бар. Одан кейін 4 классты бітірген соң балалар қайда баратынын білмей санделіп қалады. Енді олай емес. Енді біздің ауылға 10 жылдық мектеп бар, немесе 8 жылдық мектеп бар. Фурумыз колхозына келіп, балалар тұратын болды. Әке-шешесінің қалында оқитын болды. Бұл жерге Қонаевтың қатысы жоқ. Қонаев әлі ашқан жоқ. Енді 1964 жыл Қонаев қайтып келді. Міне осы кезден бастап алға шығу керек. Жаңа Қонаевтың мектептерді жабуға ешқандай қатысы жоқ екенін түсінген адам түсінді. Оны жапқан іздесеңдер Шаяхметовтен, Яковлевтен, Пономаренкодан, Брежневтен сұрау керек. Содан кейін 62-64 жылдары Қазақстан Коммунистік партиясының бірінші хатшысы болған Юсуповтан іздеу керек. Осылардан сұрау керек. Қонаев бұл жерде жоқ. Юсуп дегеніңіз мына ұйғыр ұлтының басы. Иә. Ал енді осы кездегі халықтың жағдайы қалай деген сұрақ туады ғой. 1964 жылы Қонаев мемлекетті қабылдап алған кезде Қазақстанда 9 миллион 700 мыңдай халық болатын. Соның 2 миллион 700 мың ғана қазақ болатын. Жалпы халықтың 28% қазақ болатын. Енді Қонаевқа неге Алматы қаласында 20% қазақ болды деп кінәлатуға бола ма? Қалай ойлайсыңдар? Өзі 28% қазақ бар Қазақстанда. Одан кейін бір қоятын кінәсі Қонаев Алматыда мектеп ашпады дейді. Қып-қызыл өтірік. Қонаев мемлекет басынан кеткен кезінде Алматыда нөмірі 2-ші, 4-ші, 5-ші, 9-ші қазақ орта мектептері, 12-ші, 286 жылы қазақ мектеп-интернаттары жұмыс істеп тұрды. Сонымен қарай темір жолдың 2 мектеп-интернаты 10 жылдық және 8 жылдық бір мектеп, 9 мектеп жұмыс істеп тұрды. Қонаев келген кезде рас бір ғана 12-ші мектеп бар болатын, басқа мектеп жоқ болатын. Енді мына нәрсе Қонаев келген кезде айтып отырмын 2 миллион 700 мыңнан астам ғана халық болды деп. Қонаев 86 жылы биліктен кеткен кезде жаңағы 28%-тен асып 29%-ке жетпей қалған халық 44% болды Қазақстанның халқының. 6 миллион халық қазақ болып шыға келді. Бұл өмір тұрғысында болмаған жағдай. 6 миллион 4 миллион 800 бірдеңе 5 миллион деш. Жалпы мынадан несі бар? Демография деген ғылым бойынша әр 25 жылда, әр 20 жылда қалыпты жағдайда 20%-ке өседі, 20%-ға. Қонаевтың тұсында 20 емес, қаншаға өсіп кеттік? Ана жаңағы 3 миллионға жетпейтін халық 4 миллионға асып кеттік. Иә, сонда 2-3 есе асып кеттік қой. Бұл қайдан болды деген сөз шығады ғой. Қонаев бәрі мүмкіндікті ауылға жасады. Ол кезде енді ауылда өстік қой, осы отырғандар 10 бала, 9 бала деген ол әр үйде болды. Қонаев қазақтың санын күрт көтеріп кеткен адам. Баланың көкесі сол жерде. Иә, күрт көтеріп кеткен адам. Қонаев жаңағы енді мынандай тағы бір салыстыратын нәрсе керек қой. Мен мектепке барған 1956 жылы Қонаев билікке келген жоқ әлі. Біздің ауданда бір ғана қазақ мектебі болатын, Екпінді қазақ орта мектебі. Қонаев биліктен кеткен кезде 86 біздің ауданда 9 қазақ мектебі жұмыс істеп тұрды. Сонда Қонаев біздің аудан кішкентай аудан өзі. Сол кезде Қазақстанда 250-ге жуық аудан бар екен. Сонда Қонаевтың тұсында 2000-нан астам 10 жылдық қазақ мектептер ашылды. Бұл неге айтпасқа? Осының бәрі алдымен Юсуптың тұсында Қонаевқа тиісу басталды. Одан кейін Нұрсұлтан Назарбаев келгеннен кейін Қонаевты жамандау басталды науқан. Міне осы екі тұста жабылған жала. Ал енді жаңағы доктор деген тарих ғылымдарының докторы деген адамды мен кім екенін қарайыншы деп қарап көрдім. Сөйтсем бұл кісілер жалпы мына Қонаев тұсында тарих үшке бөлініп қарады. Ол ертедегі тарих, КПСС тарихы деген болды. Содан кейін СССР тарихы деген тарих болды. Міне үш тарих. Жаңа КПСС тарихынан қорғаған адам екен. Ал оның енді Қазақстанның тарихында қанша шаруасы бар деген сұрақ туады ғой. Міне Қонаевты қараламас бұрын алдымен сол кездегі тарихи әлеуметтік жағдайларды білу керек.
Қонаев бірде бір мектеп жапқан жоқ, өйткені Қонаев ол кезде мемлекеттің басында жоқ. Қонаев керісінше қазақ мектептерін ашып кетті. Жек көрсе де, жақсы көрсе де осы. Қонаевқа ешқандай туыстығым жоқ, ағайындығым жоқ, бірақ бұл тарихи шындық. Жалпы мен ылғи айтамын, саған да айттым. Кез келген тарихи тұлға туралы өтірік айтуға болмайды. Өйткені біреу бәрібір тауып алады, соның шындығын айтады. Міне Қонаевтың тұсындағы қазақтың жағдайы, Қонаевтың тұсындағы демографиялық жағдай, Қонаевтың тұсындағы мектептердің жағдайы. Өткенде осыдан бір 2 жыл бұрын ғой деймін, Астана қаласының қасында бір 20-30 шақырым жерде бір ауылға жарық келді деп шулап жазып жатыр. Газетке жазып, телевизорға, ауылға жарық келді деп. Бар ғой, иә. Күлерімді білмедім, жыларымды білмедім. Сол Қонаевтың тұсында ауылдан 150 шақырымдағы қойшының жалғыз тұрған үйінде жарық бар болатын. Олар құдықтан суды тоқпен алатын. Осы енді мақтанатын нәрсе ме? 21-ші ғасырда жылайтын нәрсе ғой. Қонаевтың істеген ісінің бірде-бірде істемеген Нұрсұлтан Назарбаев Қонаевқа өте қатты тиісті. Бұл соның салдары бар жоқ осы ғана. Иә, дұрыс айтасыз. Мына сол кездегі Қонаев кезіндегі ауылдардағы судың ауыз су мәселесі, бағана жарық мәселесі деген, мынау ауылдағы сол Қонаевтың көзін көрген аталарға, қариларға барсаңыз, бізде 40 құдық бар еді сол кезде. Судан таршылық тартпап едік. Кейінгі мына егемендік алғаннан кейін 40 құдықтан қазір 39-ы қурап, біреу ғана қалды деген сөздерді естідік. Жұмыс тоқтады, кітапхана тоқтады, завод тоқтады. Қазір небір ауылдарға барсаңыз, диірменнің қаңқасы тұр, заводтардың қаңқасы тұр. Ол кезде техника, халықтың ішер суы, жатар орны, тамағы, киімі бүтін еді деген сөз шығып жатыр. Ал қазір кейде жұмыс жоқ, жастар қалаға ағылып кеткен, ауылдың жағдайы нашар деген сөздерді әр барған сайын естіп жатырмыз. Енді бұл жерде сіз Қонаевтың еңбегі туралы, ауылдағы халықтың, қазақтың жансарын арттырған туралы керемет бір цитат келтірдіңіз. Енді көзқарақты көрермен, тыңдарман өздерінің бағасын беріп жатыр. Біз енді уақыт байланысымен екінші сұраққа өтейік. Мына Қабанбай батырымыз жалпы Алашқа, қазаққа ортақ, руға, тайпаға бөлінбейтін ірі тұлғамыздың бірі. Онсыз да қазақ қазір ұсақталып, бағана өзіңіз айтқандай жалтақтанып, жағымпазданып, әсіре мақтап, не әсіре жамандап, аруаққа тіл тигізетін бір ұсақ мінезге ауысып бара жатқан тұста, сіз Қабанбайдай ірі тұлғаның кесенесін күзеткен, соның шырақшысы ретінде, жалпы қазақтың қариясы ретінде, қазір руға, тайпаға бөлінетін қазақты енді осы күнде шолақ балақ, мұрты жоқ, сақалы бар, мақамы басқа, ұлтқа бөлінбейтін, арабтанып бара жатқан осындай бір қазақтар қазір дінге де бөлінетін болды. Тіпті арамызда уахап, сәләп, тәңіршіл, немесе ұлытшыл, діншіл, не болмаса құдайсыз дейтін неше түрлі мынау бөлінуге алып бара жатыр дастархан басында тіпті. Осындай жағдайға сіз дәл мынау ұлыстың ұлы күні Наурызда қазаққа бір керемет, біздің жолымыз мынау еді, мынау Қабанбайдың ұстанғаны мынау еді дейтін бір керемет бір жолды көрсетіп берсеңіз жастарға, кейінгі ұрпаққа. Қабанбай батыр қайтыс болар кезінде айтқан мынандай сөздерін естен шығармау керек. Ең алдымен айтады, дүйсенбі қарашаның 13-інде өтпекпін деп, қарашаның 13 күні қайтыс болатынын айтады. Бірақ бүгінгі қарашаның 13 емес, қазақша ай қайыру үшін тағы 13 күн қосамыз. Біз қазір Григориан календарымыз ғой, сонда қарашаның 26-сы ары қарай айтады. Жиылып тегіс ас беріп, ту биені сойыңдар, арқаға арнап бейіт соғып, от орнына қойын деді, арқа туған жерім дегенде айтады. Сол кезде басын сүйіп отырған келін айтады, мағриб пен машриқтан, шығыс пен батыс, асыл қоймай жинаған, есіл-менен нұраның арасына сыймаған қайдан менің қайдағам дейді. Міне қайтыс болып жатқан жер арқа, есіл, нұра. Одан кейін айтады, алыс туыс демеймін, мұсылман, кәпір демеймін, атымды кім атаса, соны қолдап жебеймін. Міне атамыздың тастап кеткен аманаты. Бар қазақты, Қазақстанда тұратын барлық халықтың бәрін бірлікке шақырып отыр. Енді жаңағы сенің айтып отырғаның әртүрлі ағымдарға бөлінгеніміз. Жаңа салафиттер дегенді айтып болдың, иә? Ал енді сол салафиттердің өзін 4-ке бөлінетінін білесің бе сен? Міне қызық, айтыңыз. Білмейді екенсің, иә? Оның себебі бар. Пайғамбарымыздан кейін Омар, Осман, Әбу Бәкір, Әли, Шадияр болды ғой. Міне осының 4-еуінің 4 бөлек ұстанымдары бар. Осы 4-еуінің ұстанымдан 4 бөлек ұстайтын салафтар бар. Және бұлардың әрқайсысы өзінікі дұрыс дейді.
сонда салафтардың өзінің арасында бірлік жоқ болып тұр ғой. Ал енді. Қайда қандай бірлік болады? Жалпы анау жылы естігенде бар ма, Нұрсұлтан Назарбаев әлем халықтарының дінін бәрін басын қосып бір ортаға біріктіремін деді ғой. Өстіп дін иелерінің бәрінің бірдей қызмет істеуін бір орталыққа бағындырамыз деді ғой. Сол кездегі Рәтбек қажының айтқан естеріңде бар ма? Естеріңде жоқ шығар. Осындай болып жатыр. Сіз қалай ойлайсыз деген Рәтбек қажы айтты. Алла тағала біріктіре алмаған дінді ол қайтып біріктіреді деді. Қатты айтты. Осының бір себебі бар. Дін деген не? 2002 жылы Рим папасы Павел Иоанн II осы Астанаға келді. Рим папасы өте діни сауаттар екенін бүткіл әлем мойындайды. Олардың қолындағы архивтеріндегі, мұрағаттарындағы құжаттар деген енді ол керемет. Сол кісі Қарағандыға барып уағыз айтты. Қарағандыға барған себебі анау 45-ші жылы, 44-ші жылдары Варшаваны азат еткен кезде өзімен бірге оқыған бір досы осы мына Карлаг қалып келіп осы жақта өлген екен. Бірге оқыған діни семинарда. Соның басында барып Құран оқып мінәжат етіп, содан кейін айтқан уағызында былай деді. Ауызба ауызша айтайын. Авраам деген жоқ, Авраам деді, еврейлердің тілінде айтты. Авраам деген кім? Авраам Ибрагим пайғамбар. Ибрагим пайғамбар өзінің діни білімін Орталық Азиядан алған деді. Орталық Азиямыз Алтай ғой. Ал енді біздің емес қой, енді қазіргі мына Иуда дінінің үлкен ғалымдары мен христиан дінінің ғалымдары Ибрагим пайғамбар, Авраам біздің эрамызға дейінгі 1800 жылдары өмір сүрген адам дегенді айтты. Демек осыдан 3800 жыл бұрын уақыт, иә? Ол кезде Алтайда қандай дін еді? Тәңірлік ілім болатын, тәңірлік ұстаным болатын. Тәңіршілдік емес, тәңірлік. Кісі өкпелеуге болмайды, ешкім өкпелеу. Өкпелесең өзің өкпеле. Соған мүмкіндік берген өзіңсің ғой өкпелетуге. Жақсы, рахмет. Құрметпен тәуелсіз арна керек дерек, мен Қанатбек Ермек. Ел аман, жұрт тыныш, әр қара көздің көрер қызығы көп болғай.